армысыздар. Осындай әдемі картина жасалу жолын көрсетемін. Жасалу жолын көру үшін менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетеміз. Алдымен картинаны жасау үшін оның бірнеше қалқаншаларын жасау керек. Ол үшін осындай ыдыспен немесе циркулмен жарты дөңгелек сызып аламыз. Мен бұл жолы ыдыс пайдаландым. Екі жағын төменге қарай сызып аламыз. Екі жағынан 2 см қалдырып, қиғаш етіп сызып аламыз. Кейін қиып алып, екі бүктеп, артықтарын қиып алып тастаймыз. Кейін оны фетра қойып, мен өте қатты фетр түрін алдым. Соған өлшеп бормен сызып алып, фетрларымды қиып алдым. Қиып алған фетрларымды сары жіппен, күзге байланысты сары жіппен тігіп шықтым. 5 фетр қидым. Соның 5 жағын бір-біріне біріктіріп, айналдырып тігіп шығамыз. Тігулеріңіз өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тіге беруге болады. Осылай бесеуін біріктіріп болғаннан кейін, міне астыңғы жағын бөлігін өлшеп сызып, кейін фетрге өлшеп қиып фетрді астыңғы жағын тігіп шығамыз. Астыңғы жағында біріктіріп тігіп шығамыз.
Енді ұстайтын тұтқасын 2 сантиметр қылып алып, қиып, кейін оны біріктіріп тігеміз. Міне осындай әдемі күзге байланысты картина шығады. Сыртына сары фетрге жапырақтың суретін салып тігіп шығамыз. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша.